Ең алғашқы осы жерде намаз бастаған жігіттер. Иман деген ұрт тұрады ғой. Жақындағаныңды өртеп жіберейін деп тұрасың ғой иман күшігін алғашқы кезде. Ешкімді түсіне алмайсың. Өзің намаз оқығаның бір-екі апта болған, как будто бала күнде намаз оқитын адам ұқсап. Өртеніп тұрасың, өрт болып. Иманың деген сұмдық. Бірақ кейін келе иманың әлсірейді. Сосын, бұрын намаз бастаған кезіңде өртеніп тұратын ем ғой жарықты, от болып. Сол кезімді сағынам дейсің. Неге? Алла тағаланың өзі жәрдем беріп құлына әуелгі өзіне жақындаған кезде иманның ләззатын өзі сыйлайды екен ғой. Оған сіз лайықты емессіз. Біз лайықты болмайды екенбіз. Просто Алла тағала сыйлайды. Кейін соны енді алады. Енді осы ләззатты өзіңізде деп. Алла тағала иманның ләззатын үш нәрсеге жасырған. Осы үш нәрсе толықса, қайтадан иманның ләззатын береді. Біріншісі, Алла және оның елшісін барлығынан артық жақсы көресіз. Барлығынан артық. Оның бұйрығын артық сүйесіз. Оның тыйымын артық сүйесіз. Оның кітабын түсірген артық сүйесіз. Оның пайғамбарларын артық сүйесіз. Оны жақсы көресіз, оның амалдарының бәрін ләббәй дейсіз. Бұл бірінші ма? Екіншісі, кімді жақсы көрсең де Алла үшін жақсы көру. Анаңды жақсы көрсең де Алла үшін жақсы көру. Балаңды жақсы көрсең де Алла үшін жақсы көру. Әкеңді жақсы көрсең де Алла үшін жақсы көру. Алла болмаса ешкімді жақсы көрмейсіз. Жақсы көрсеңіз, егер әке біреуді жақсы көрсеңіз, тек Алла үшін болды. Бұны Раббымыз бізден осылай талап қылады. Үшіншісі, құрметті жақсылар, отқа түсуді қалай жек көрсең дейді. Отқа түсуді қалай жек көрсең. Бұрынғы надандық уақытыңа қайтуды солай жек көру керек дейді. Енді иманыңыз азын-аулақ болған кезде кейбір нәрселерді өзіңізге рұқсат ете беретініңіз. Мәселен, ішімдік ішу болсын, темекі шегу болсын. Мәселен, біреу зинаға барып қояды, біреу зұлымдық қылады, ұрлық жасайды, немесе біреуді сөгіп боқтайды, немесе өтірік айтады. Осындай жамандықтарға қайтуды жек көресіз, отқа түсуді қалай қаламай тұрсаңыз, солай қаламай тұру керек. Егер солай қаламай тұрсаңыз, Алла бағана біз айтқан иманның ләззатын, халауатал иман, осы иманның халуасын Алла осы үш нәрсеге жасырған. Алла және оның елшісін барлығынан артық сүйесіз, кімді сүйсеңіз тек Алла үшін жақсы көресіз, және надандық дәуірге қайтуды жек көресіз, отқа түскенді қаламағандай. Сол кезде Алла тағала бізге иманның ләззатын береді.